Мынаны жинақтаймыз, ол косинуспен бояды. Тангенс пен котангенс бар ғой. Мынаны неге барасың? Ұзақ созасың, мынаны тапқан кезде. Міне косинус 45. Саған косинус міне жазып тұр ғой, косинус. Не істейсің? Қайсыған түсіресің? Косинус десе косинусқа апарасың. Қай санға келді? Тура 2. Міне кестемен салыстыр, міне сенің немен тапты? Косинус неше градус? Міне 45 градус нешеге тең? Тура 2 бөлінген 2. Ал шын мәніне келетін болсақ, бұл әртүрлі жаңағы мына өсімдік жер үшін бас кезінде болған самототропин деген өсу гормоны қосады, бұның жаңағы несінде тамырына, жемісіне қосуы мүмкін екен, басқа түйініне қосады. Сол кезде бұл үлкен алма өседі. Алма кәдімгі өзіміздің алмамыз, бұл құрт жеген алма. Көріп тұрсыңдар, иә балалар? Міне қандай зияны бар екенін байқаймыз. Одан кейін өзіміздің жаңағы әртүрлі жылғайдай өсірілетін неміз қызанағымыз. Бұл қызанақ пен қияр. Мыналар қазір кезде базарда шішімейді, байқайсыздар ма? Шішімейді, қатты қанша аязда тұрады. Өйткені балалар, бұл да әртүрлі осы нелермен, пестицидтермен уланып топырақты аламыз. Жаңа топырақ, диқанша бидай еккен кездерде олар жерді демалтпайды, байқайсыздар ма? Жылда еге береді. Содан кейін топырағымыз не істейді? Құнарсызданады. Енді топырақ құнарсызданғаннан кейін біз ол жерге не істейміз? Ең бірінші біз сендермен диазинон деген нәрсені құюымыз керек екен. Бұл пестицидтардың түрлері. Ол диазинонды құйған кезде балалар, мына топырақтың құрамындағы әртүрлі құрт құмырсқалар өледі екен. Көрдіңдер ма? Содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бізде енді жаңа күріш. Сол күрішті егеміз. Қараңдар. Күрішті еккеннен кейін ол бірден шыға қоймайды, байқайсыздар ма? Ол үшін ода 10-15 күн кетеді. Сол 10-15 күн жаңа бұл шығу үшін балалар біз дегенді қолданамыз. Карбакос. Бұл карбакос, бұл да пестицидтің бір түрі. Бұл карбакосты не үшін қолданамыз? Мына біздің бидайымыз тезірек өлу үшін қолданады екенбіз. Карбакосты оның үстіне қосып бақылайды. Одан кейін енді бұл мол өнім алуымыз керек қой, балалар. Мол өнім алу үшін келесі мына әбден өніп алғаннан кейін біраз уақыттан кейін метафосты қолданады екен. Мына метафосты қолданғаннан кейін балалар ол бірден жаңағы мол өнім беруі мүмкін екен. Енді қараңдар. Әртүрлі химикаттар қосылды. Әрине, ол біздің денсаулығымызға қалай болады? Зиян болады екен. Одан біз қара нан жейміз, байқайсыңдар ма? Ол қара нанның өзінде құрамында әртүрлі бояғыштықтар болады екен. түсінетін боламыз. Кеттік, бері қараймыз. Ең ортасында селекция техника тұр. Ендеше мына тұрған жаңағы сызба нұсқа не бойынша болады деп ойлаймыз? Әрине, селекция бойынша болады. Let's girls and boys. Now let's do the task music genres. Choose the correct music genres. For example, in the picture you can see what genre is it? Pop or rock? It is pop music. Pop genres. And now let's continue. What genre is it? Choose one. On the picture I see a dance genre. Okay, now let's continue. I choose is Жұмыссыз
қыздар 510 және жасөспірімдер тек қана 336 адам құраған екен. Жасөспірімдердің Павлодар облысында қылмыскерлер саны соңғы жылы 468 адам құраған. Санын ұстанамыз. Себебі заң барлығына бірдей және ортақ болу керек. Егер де өзіндік қылмыс жасап, жеңіл заңмен қылмыстық жауапкершілікке тарту кезінде кәмелетке толмағандарға ерекше көзқарас қажет емес деген тақырып болып табылады. Және де біздің ойымызша бүгінде кейбір адамдар кәмелетке толмағандарсыз саналы түрде әрекет етпейді. Олардың психикасы толық қалыптаспаған.